Кешелі бері бүгінде 2-3 күн алдым бір есеместер хабарлар тарап жүр. Бірінші күн ораза ұстасаңыз бәлен жыл сауап, екінші күн ұстасаңыз мынанша сауап, үшінші күн ұстасаңыз мынанша сауап деген. Бұл хадистердің негізі жоқ. Жалпы дінімізде Ражаб айының қасиеттілігі айтылады. Бірақ та пәлен бір күні ұстасаң мынанша сауап, мына күн ұстасаң мынанша сауап деген хадистердің негізі жоқ. Ғалымдарымыз бұл хадистерді кейбіреу тоқыма дейді. Кейбіреу немесе тізбегі шежіресі өте әлсіз, жаңағы жеткізген адамдары белгісіз хадистер дейді. Сондықтан ғалымдарымыздың тоқтаған тұжырымы Ражаб айы қасиетті ай. Ол айда мүмкіндігінше көбірек ораза ұстау керек. Көбірек намаз оқу керек. Ол бірінші күні бола ма, екінші күні бола ма, ортасы бола ма, пенде өзінің ыңғайына қарап, Ражаб айын басқа бір айлар сияқты қарапайым өткізіп жібермей, бір ерекше құлшыныспен, құлшылыққа деген бір белсенділікпен өткізсе, сол Ражаб айының қасиетті амалдарын жасаған болып есептеледі екен, иншалла.